жылғы 18 қыркүйекте сағат 02:40 шамасында Павлодар қаласы Камзин көшесінде патруль наряды 164 үйден ауласынан шыққан ВАЗ-2109 маркалы автокөлігін байқалды. Аталмыш көлік Камзин көшесімен келе жатқан автокөлікке жол бермей апаттық жағдай туғызды. Автопатруль дереу көрсетілген көлікке қарай бет алып, оның соңынан жүре отырып, дауыс зорайтқышымен жүргізушіге көлік құралын тоқтату талап етті. Алайда жүргізуші полиция қызметкерлерінің талаптарын елемей, жылдамдығын арттыра түсіп, қиылыстан өткен кезде бағдарланушының тыйым салынған қызыл сигналын елеместен ағып өтті. Автокөлікті ұстауға қосымша 4 автопатруль жіберілді. ВАЗ-21 автокөлігі Аймолдов, Львов көшелерінің қиылысында патрульдік нарядпен жабылып тоқталды. Жүргізуші ұсталған кезінде медициналық сараптама бойынша мас күйінде болғанын көрсетті. Полиция жүргізушіге қатысты бірнеше бап бойынша әкімшілік материалдар қозғалды. Көлік құрал алкогольдік мас күйінен жүргізу әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандырған соттың қаулысымен жүргізушіне 20 тәулік әкімшілік қамауға алу және көлік құралын жүргізу құқығынан 7 жыл мерзіміне айыру тағайындалды. Полиция қызметкерлерінің көлік құрал тоқтату туралы талаптарын орындамағаны үшін әкімшілік материалдар сотқа жіберді. Жол белгіленген немесе жолдың жүру бөлігіндегі таңбалар мен ұйғарылған талаптарын сақтамау 3 айыппұл есеп көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Маневр жасау, қағидалау бұзу 5 айыппұл есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Автокөлік айыппұл тұрғынына қойылды. 18 сентября 2022 года около 02:40 часов на улице Камзина в городе Павлодар экипажем автопатруля была замечена автомашина ВАЗ-2109, которая выехала из-за двора дома 164, при этом не уступив дорогу автомашине, тем самым создав аварийную ситуацию. Далее автопатруль направился к указанной автомашине и неоднократно по громкой связи требовал у водителя остановить транспортное средство. Однако водитель, проигнорировав требования сотрудников полиции, лишь увеличил скорость движения и при проезде перекрестка проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора. Позже автомашина ВАЗ-21 блокирована была и остановлена 4 подоспевшими на помощь автопатрулями на пересечении улиц Аймолдова и Львовская. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя возбуждены административные материалы по нескольким статьям. Это за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Постановлением суда водителю назначено 20 суток административного ареста и лишение права управления транспортным срредством сроком на 7 лет. За невыполнение требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства административный материал был направлен в суд. За проезд на запрещающий сигнал светофора наложен штраф в размере 5 МРП. За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметки проезжей части дороги, наложен штраф в размере 3 МРП. И за нарушение правил маневрирования наложен штраф в размере 5 МРП. Автомашина водворена на штрафстоянку.